Сәлем достар. Бүгінгі YouTube арнада мен сіздерге Access Parse'тың ең мықты инструменттерінің бірімен таныстыратын болам. Және де мен өзімнің оқыған кітаптарым туралы айтатын болам. Біздің жалпы Access Consciousness деген ең үлкен, өте ауқымды бұл ілімнің түрі. Бұл жерде бізде арнайы сайтымыз бар өзіміздің, иә. Сол сайтқа біз тіркелеміз, әрбір оқыған адамды тіркейміз сол жерге. И сол жерге тіркелу арқылы кез келген адам өзіне керек информацияны ала алады. Ол жерде, яғни орыс тілді, әрине орыс тілді информацияның барлығын орысша тілге аударып алуға болады. Бүгінгі сіздерге айтатын ең мықты инструменттердің бірі негізі Access-тегі основатель ол Гери Дуглас пен Дейн Хир. Гери Дуглас ең бірінші осы Access-ты жаңағы ойлап таппас бұрын ол кісіде өзінде сұрақ болған, ең бірінші сұрақпен келген бұл кісі. Яғни сол момент, бір өмірінің бір моменттерінде ол кісіде бір өмірі тоқтап қалған сияқты, сосын ол кісі негізі өзі бірде бай болған, бірде қайтадан төмен түсіп кеткен, бірде көтерілген, яғни бизнесмен болған, соның ол мәнін түсінбей сұрақ қояды. Яғни өмірдің мәні осы ма, болмаса өмір осымен құралады ма? Неге адамдар постоянно бақытты болып, немесе неге постоянно адамдар үнемі жаңағы қалтасында ақшасы болып жүре алмайды деген көптеген яғни сұрақтар қояды, өзін іздейді, сосын өзінің миссиясын іздейді бұл өмірде. Сөйтеді да ол сол сұрақ арқылы осы Access-ты ойлап табады. Ойлап тапқанда ойлап таппайды, ченнелинг деген нәрсе болады. Ченнелинг, яғни бұл былай қазақша айтқанда түсіне аян беріпті деп жатады ғой. Оған яғни қандай да бір информация келеді, сөйтеді да осындай нүктелер бар, адамның басында нүктелер бар, сол нүктелерді жаңағы безендіру арқылы адамның өмірін өзгертуге болады деген сонда информация келеді. Сол информацияны ол ести отыра, біле отыра, ол басқа біреуге жасап көргісі келеді. Оның қазіргі партнеры бірге жүреді үнемі Дейн Хир. Сол Дейн Хирді шақырып алады. Ол Дейн Хирдің өзі мануалист болған. Как раз ол осы Гери Дуглас шақыратын кезде Дейн Хирді ол да өзіне көптеген сұрақтар қойып, даже өмірден түңіліп, егер өмірім жақсармаса, мен алып кете сал Құдай деп, сөйтіп сондай состояниеде жүрген екен. Дәл сол уақытта оған Гери Дуглас хабарласып, маған осындай информация келді, ақпарат келді, соны давай екеуміз істеп көрейік, мен саған жасап көрейін, сен өзіңнің сезіміңді айтасың деп, сөйтіп шақырып алады қасына. Солайша, яғни бұл Access-тың өзі ең бастапқы туындау осылай шығады негізі. Екеуі бір-біріне жасайды, ол оған жасайды. Нүктенің басында аттарын білмейді, бірақ әйтеуір осындай жерде нүкте бар екен біледі. Кейін аттарын құрастыра бастайды, солай кете береді. Одан кейін барып, олар уже кітаптар жаза бастайды, осы жаңағы Access-ке қалай келді деген сияқты. Солай бұлар біртіндеп дамытады. Бірден олар бастапқы кезде, мысалға Гери Дугластың бір кітаптарында мен оқығам, айтады, мен бастапқыда адамдарға түсіндіре алмадым дейді, яғни жеткізе алмадым. Бірінші, ол адамға керек па, керек емес па, мен білмеймін ғой дейді. Ол үшін мен бірінші ол адаммен сөйлестім дейді. Тілдестім, хал жағдайын сұрастым, сосын барып, ол адамның қандай өмірінде проблемасы бар, сол проблемасына қарай
давай осындай менде әдіс бар, мен саған жасап көрейін, сен көр деп, алып көр деп сөйтіп айтады екен. Сөйтіп бұл кісі негізі 9-10 жылдай уақыт осылай жүрген. Адамдарға айтқанша, оны түсіндіргенше, жаңағы әр адаммен сөйлесіп, жеке тілдесіп, оның проблемасын тыңдап деген сияқты, иә. Соның барлығын айтып жүріп әйтеуір 10 жылдың ішінде бұл осы әдісті аяққа тұрғызып алады былай. Енді осы жерде сұрақ дегеннен шығады, иә. Негізі біз өмірде өзімізде былайынша уақытта егер сіздер байқасаңыздар, мен өмірімді қалай өзгертсем болады деп айтқан кезіңіз болды ма? Иә. Мен осын өмірді қалай жеңілдетуге болады, иә. Өмірде қалай жаңағы неге менің өмірім өзгермейді деген сияқты бір сұрақтар келеді ғой, иә. Неге именно менде осындай деген сияқты. Осындай, яғни сұрақтар арқылы сіздің алдыңызға Алла тағала өзі жауабын әкеп береді, иә. Бір адаммен кездестіреді, болмаса бір инстаграмнан бір нәрсе көріп қаласыз, болмаса сырттан біреуден бір нәрсе естіп қаласыз, иә. Яғни осындай сыртқы факторлар арқылы біздер өзімізге жаңағы керек нәрсені осылай алады екенбіз. Сонда осы жерде айтады, сұрақтың құдіреті өте күшті дейді. Яғни біз Алла тағаладан сұраған кезде, маған Алла тағала жаңағы үй бере көрші, машина бере көрші, жаңағы осындай бер деп сұраймыз ғой. Жоқ, олай емес дейді. Бұл жерде яғни сұрақты дұрыс құрастыру керек дейді. Жоғарыда айтып кеттім, мысалға неге деген сұрақ ол бізді тығырыққа тірейді. Және неге деген сұрақ ол жаңағы біздің жаңағы кеңістігімізді кеңейтпейді. Сондықтан көбінесе мысалға бір мысал келтірейін. Мен осы YouTube каналымды ары қарай дамытып, өркендету үшін мен не істеуім керек? Иә, ол бір сұрақ. Екінші сұрақ. Мен осы каналымды ары қарай жақсы ақша әкеліп, табыс әкелу үшін мен кіммен сөйлесуім керек, қайда баруым керек, иә. Болмаса бір бизнесіңіз бар болса, осы бизнесті менің орныма, не болмаса өзім сияқты, мысалға лидер адам, өзім сияқты мықты адамды қайдан тауып алсам болады деген сияқты қарапайым осындай сұрақтарды өзіңізде құрастыруға болады. Дегенмен де бұл жерде бірақ өзінің бір шаблондар бар. Сол шаблонға сәйкес сұрақтарды қойып отырамыз. Және бұл жерде неге деген сұрақтың орнына біз қалай деп қоюымызға болады. Қалай десек, негізі жақсы нәрсеге біреу үй алып жатса, ол қалай алды екен? Біреу үй салып жатса, ол қалай салды екен үйін деп, керемет үй салбаса, қалай салды екен десеңіз, уже сол қалай деген нәрсе сіздің запросыңыз болады да, сізге Алла тағала, сен сұрадың ғой қалай деп, міне осылай деп саған алдыңа алып келеді. Аксисте сұрақтар өте көп. Енді санын айта алмаймын, өте көп деген сұрақтар бар. Қандай салада керек сізге? Мысалға денсаулық керек па, отношение керек па, сіздің именно мысалға болыңызға сәйкес керек па, иә? Болмаса сіздің выборыңызға сәйкес, таңдауыңызға сәйкес керек па, карьераңызға сәйкес керек па, иә? Кез келген саланы, қай сала керек сізге, қандай сізде қазір, мысалға қорқыныш, иә? Сіз бірдеңеден үнемі қорқа бересіз, бірдеңені бастайын десеңіз бастай алмайсыз. Сол қорқыныштың да жеңетін сұрақтарын қалай жеңіп шықсам болады? Тіпті даже мысалға сіз өзіңізді таппай жүрсіз, өзіңіздің миссияңызды таппай жүрсіз. Жалпы өзіңіз немен айналыссам екен деп ойлап жүрсіз. Сол кезде мен кіммін деп сұрақ қойсаңыз болады. Мен кіммін? Менің миссиям қандай? Бұл өмірде менің миссиям қандай? Менің қолымнан не келеді? Мен не істей аламын? Мен нені өзгерте аламын?
осылай, яғни сұрақты қою арқылы сіздер оны бір-ақ рет қоймайсыз, бірнеше күн қоясыз, ай қоясыз. Мен мысалға өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, мен кіммін деп мен 2 ай сұрақ қойып жүрдім. Күнде таңертең тұрам, мен кіммін деймін, менің миссиям қандай, мен не істей аламын, менің қолымнан не келеді. Осылай, осы сұрақты күнде қоя бердім, пока мен өзімнің жауабымды алмағанша, ішкі жан дүниеме тоқтамайынша, яғни үнемі бүйтіп ізденісте жүресің ғой, соны тоқтамайынша мен қоя бердім. Сонда маған өзіме жауаптар келді. Және де адам негізі бір орында тоқтап қалмау керек. Бір ғана мамандықпен өмір бақи жұмыс істеп те тоқтап қалмау керек. Адамның әр 10 жыл сайын дейді, 10 жыл сайын мінезде өзгереді, өзде өзгереді, талабы да өзгереді, өзіне деген. Сол өзгерістерді байқау арқылы сіздер әр жасыңызға сәйкес, өзіңіздің армандарыңызға сәйкес сіздің өзіңіздің мамандығыңызда өзгеріп отыра алады. Ол мысалға міндетті емес, сен мысалға жаңағы экономист бітірдің бе, өмір бақи экономист болып қал деген. Себебі қазір ғалымдар барлығы, психологтар да барлығы айтып жатыр ғой, дәлелдеп жатыр. Адам егер бір жұмысты 30 жыл, 50 жыл бір жерде істей берсе, ол адам тоқырауға ұшырайды. Кәдімгідей адам дағдарысқа ұшырайды. Сол кезде ол адамда тоқтап қалады да, адам әрі қарай өзінің карьерасында жылжу болмай қалады. Сондай уақытта адам тағы да басқа мен не істей аламын, менің қолымнан не келеді деп, мен кіммін деп өзін әрі қарай ізденсе болады. Енді менің алдымда қазір көптеген кітаптар тұр. Бұл кітаптарды мен өзім, сіздерге теріс болып көрініп тұрған шығар, өзім бұл жерде мына кітап «Проблема не в деньгах, проблема в вас». Көп кітаптар оқимын негізі мен. Кітапты оқыған сайын негізі көп білімді де жинайсың, және көп деген инструменттерді біле бастайсың да. Мына кітаптың өзінде, мына кітапта енді 20 шақты инструмент бар шығар. Өте көп деген инструменттер бар. Мысалға біреуін айтайын, біреуін. Бұлай деп айтады: сен күніңді дейді, мысалға бүгінгі күніңді, сегодня самый лучший день, солай баста дейді. Бүгін мен үшін ең керемет күн, мен үшін ең бақытты күн десеңіз, ол күн солай өтеді дейді. Сен әлі мысалға ұйқыдан тұрған жоқсыз, төсекте жатқан кезде көзіңізді ашасыз да, мен бүгін бақытты күн кешемін, менің бүгінгі күнім ойымдағыдай сәтті өтеді десеңіз, уже сіз өзіңе өзіңіз бірінші мотивация бересіз, өзіңізге өзіңіз мотивация, және миға жаңағы команда бересіз, команда. Сол кезде уже сіздің миыңыз соған сене бастайды. Сосын давай дейді да, бүгінгі күн керемет өтеді, бүгінгі күн жеп-жеңіл, өзімнің ойымдағының барлығын жасап тастаймын десеңіз, ол күн солай өтеді. Бұл енді мен талай айтып, талай қолданып жүрген техникамның бірі, инструменттердің бірі. Мен оны сіздермен 100% айта аламын, бұл жұмыс жасайды. Солай әрбір күніңізді осылай, мейлі ол күні мысалға сізге жаңағы бір ақша түспесін, мейлі ол күні сізде бір өзгеріс болмасын, бірақ сіз өзіңізді солай ішкі сезіміңізді жақсы, жоғарғы деңгейде, жоғарғы вибрацияда ұстасаңыз, сіздің күніңіз әдемі, жеңіл, өзіңіз ойлағандай болып өтеді. Кейде тіпті мысалға өзіміз күтпеген бір подаркілерді алып жатамыз, сыйлықтарды алып жатамыз. Өзіміз күтпеген бір адамдармен кездесіп, болмаса бір жерге шақыртулар алып жатамыз, Сондай нәрселердің барлығын осы бір ауыз сөз ғой, былай қарағанда, бір ауыз сөз, осы сөз өзгертеді адамның өмірін. Сол сияқты бұның ішінде аты айтып тұр өзі, «Проблема не в деньгах, проблема в вас» деп. Бұл жерде Гери Дуглас пен Дэйн Хердің кітабы. Бұл жерде айтқысы келеді, что ақшаның келмеуі
ол сізге байланысты емес. Яғни керісінше сізге байланысты, яғни ақшаның келмеуі ол ақшаға байланысты емес та. Бұл жерде ақша кінәлі емес. Яғни бұл жерде сіз ең бірінші сіздің өзіңіздің дайындығыңыз, сіздің мынау миыңыздың, санаңыздың қаншалықты қанша ақша, мысалға сіз сұрайсыз, қаншалықты бұл миға ақша сияды сіздің ойыңызша, иә, сіздің санаңызға соншалықты ол келеді. Ал егер де сіз санаңызды, өзіңіздің миыңызды қолыңызға ұстап, мысалға да миллион керек па сізге бір айда миллион тапқым келеді десеңіз, сол ақшаны елестетіп бірінші, иә, мына подсознание деген негізі образды жақсы көреді. Образ, яғни медитация жасаған кезде, иә, болмаса бір визуальны бірдеңені визуализация жасаған кезде любой бір арманыңызды, иә, осыған көрсетіп, мен осылай кетіп бара жатырмын, менің қолымда осындай ақша бар, мен мынандай жерлерде тамақтанып жүрмін, Риксста тамақтанып жүрмін, мен шетелде қыдырып жүрмін деп оған көрсетсең, егер ойша елестетіп оған көрсетсең, иә, ойыңмен, адамның ой жүйрік қой, ойыңмен любой кез келген жерге бара аласың, иә, мысалға. Сол сияқты ойыңмен мен мында бардым, мында жүрдім, мынандай киіммен жүрмін деп елестетсеңіз, ол подсознание сізге, сіздің түпкі санаңыз сізге сол нәрсені алып келеді. Сондықтан бұл жерде де сондай, яғни ақшаны сіз өзіңіздің миыңызға елестетіп, осыншама мен ақша тауып жатырмын, ол ақшаны және қайда жұмсап жатсыз, иә, мынандай алам деген сияқты өзіңіз мақсатыңыз болу керек ол ақшаға да. Және ең басты бір нәрсе айтады бұл жерде, адамның өзінің дайындығы, яғни сіз қанша ақшаны қабылдауға дайынсыз, сіздің және қанша ақшаны мына қолыңызбен ұстай аласыз, иә, получение деп жатамыз, және позволение, сіз өзіңізге қанша рұқсат ете аласыз, сонша ақша сізге келеді. Бізде көбінесе, мысалға, әсіресе енді әйел адамдарда бір қате нәрсеміз бар. Ақша керек дейміз да, бірақ дәл неге керек, не үшін керек десең, сасқалақтап қаламыз, иә. Мысалға, менің өзім ақша келу үшін мен жазам. Мен мынандай нәрсе, мысалға, косметика алуым керек. Ол там 20 мың тұрады. Мен жаңа телефон алуым керек. Ол менде 500 мың теңге тұрады. Мен жаңа киім алуым керек. Ол где-то 100 мың теңге тұрады. Осылай, яғни әр керек затыңыздың суммасын жазып, бәрін сосын қосып есептеп шығыңызшы. Сіздің өз қара басыңызға, өзіңіздің хотелки дейді ғой, өзіңіздің қажеттілігіңізге даже 500 мың да аз болып қалады, тіпті кейде миллион теңге де аз болып қалады. Саяхаттағың келеді, иә, бір жерге барып, әшейін отырып, әдемі ресторанда тамақтанғың келеді. Сондай уақытта сіздер бір басыңызға, мысалға, миллион теңге аз болып қалады. Кейде ойлайсыздар, мысалға, миллион теңгем болса, мен мынанда істеп тастар едім деп та. Негізінде біз нақты цифраны жазбаймыз, нақты цифрамен сөйлемейміз. Миллион керек дейміз, болды. Или болмаса көп ақша керек маған дейміз. Көп ақша деген ол белгісіз нәрсе да, ол көп деген ол неше теңге нақты, иә. Оны сіз айтпағаннан кейін, оны біріншіден сіздің мынау миыңыз сенбейді, көп ақша деген не ол, қайсысы ол, қандай ол. Бұл миға сіз, мысалға, мынау 10 теңге, мынау 100 теңге десеңіз, ол екеуі де бірдей оған, иә. Қайсысын таңдайсың десеңіз, сіз, мысалға, 100 теңгені таңдайсыз. Себебі сіз ақылмен шешіп, ойлап, мен 100 теңгеге біраз нәрсе аламын, чем 10 теңгеге қарағанда дейсіз ғой. Ал миға бәрібір. Бұл миға бәрі ақша, ол бәрі бірдей. Сондықтан сіз миға нақты айту керексіз. Маған миллион теңге керек, мен оны мында жұмсаймын, анда жұмсаймын, мынаны аламын. Осылай нақтылық болған кезде, конкретно жазған кезде, уже мида, саған мынау керек екен ғой деп ол ойлана бастайды.
Және бізде тағы бір нәрсе айтып кетейін. Нәпсі деген нәрсе бар, иә. Біз нәпсімізді кейде жаңағы тойдыра алмай жататын кезіміз болады, иә. Нәпсімізді қанағаттандыра алмай сондай жағдай болып жатады. Ол неден болады? Мысалға, сізде жаңағы қалай десем екен, ақша сізде жетіспей жатыр, иә. Табасыз, вроде табасыз, бірақ жұмсап қоясыз, иә. Вроде табасыз, бала шағаңызға кетіп қалады деген сияқты. Негізінде әр адамның өзінің нәпсісі болады, иә. Ол нәпсі негізі бізде әдемілікке, жылтырақ нәрсеге, әдемі жерге қыдырғанды, әдемі жерде жүргенді, саяхат жасағанды, яғни сыртқы ортадағы әдемі нәрсенің барлығын ол алғысы келеді, көргісі келеді, барғысы келеді, жүргісі келеді. Соны біз егер бере алмасақ, біз өзімізге соны толтыра алмасақ, бізде рухани аштық пайда бола бастайды. Яғни бұл жерде біз нәпсімізді тойдырып отыруымыз керек. Мысалға, сіз табыс таптыңыз ба? Бір айда мысалға мейлі 150 мың табады делікші, иә. 150 мың теңге табасыз ба? Соның 10%-ын сіз өзіңіздің нәпсіңізге беруіңіз керек. Дененің ақысы деген бар, иә. Сол нәпсіңізге берген кезде ол нәпсі сізге рахмет айтады және ол рахаттанады. Содан кейін ол нәпсі айтады: давай бұдан да көп больше табамыз дейді. Бұдан да 150 мың емес, давай 200 мың теңге табайық. Сен маған одан да көбірек бөл дейді. Сонда нәпсіні сіз тойдырған сайын, сіз өзіңізге вложение жасаған сайын, ол әрі қарай, мынау маған мән бере бастады, мынау маған ақша бөле бастады деп, ол әрі қарай ақша табуға сізге көмектеседі. Түсіндіре алдым ғой. Осылайша біз өзіміздің нәпсімізді 50%-ға дейін, өзіңіздің тапқан табысыңыздың 50%-на дейін жұмсауға болады. Яғни 50%-на дейін жұмсасаңыз, уже нәпсі жаңағы сізге, мысалға, сіз егер 150 мың теңге тауып жүрген болсаңыз, мүмкін тағы қосымша табыс көзін табасыз, иә, 500 мың теңге тауып беретін шығар сізге. Себебі ол тағы да жаңағы көбірек қыдырған жақсы көреді, иә, көбірек әдемі киімді кигенді жақсы көреді. Солай ол сіздің доходыңызды қалай нәпсіңіз көбейткенін байқамай қаласыз. Сондықтан әрдайым өздеріңізге ең бірінші жаңағы на себя любимый дейді ғой, өзіңізге әрдайым вложение жасап, өзіңіздің денсаулығыңызға, иә, өзіңіздің күнделікті киіміңізге, иә, қажетті дүниелеріңізге алу керек еді деп жүрмей, сол нәрсені алып өзіңізді қуантып, ең бірінші өзіңіз қуанған кезде айналаңыз сіздің қуанышыңызды көріп, сіздің бақытыңызды көріп, адамдарда, айналаңыздағы адамдарда сіз сияқты сіздің энергияңызбен ұштасып, уже сіздің энергияңыз оларға жұға бастайды. Сондықтан әрдайым өздеріңізді қуантуды ұмытып кетпеңіздер, иә. Менде енді бұл жерде кітабымның жартысы ғана бар. Және де тағы да бір кітаптың түрі, ол 7 шагов к безупречной коммуникации дейді. Яғни бұл жерде біздің денеміз туралы айтылған. Денемізбен қалай сөйлесу керек, қалай оны сезу керек, сезіну керек, сол туралы жазылған. Сосын шепот тела деген бар. Шепот тела бұл Дейн Хир, яғни Гери Дугластың партнері жазған. Бұл да өте керемет кітап. Мен бұны бір рет оқып шықтым. Ішінде көптеген инструменттер бар. Қалай клиентпен жұмыс жасау керек, клиенттің жаңағы энергиясын қалай сезінеміз, өзіңді қалай бағалау керек, өзіңе қандай мысалға баға қою керек деген сияқты, иә. Өзіңіздің мысалы услугаңызды сіз қаншалықты бағалайсыз, қаншалықты жаңағы бағалай алмайсыз, иә. Мүмкін мысалға кейбір адамдар бар ғой,
біреу бірдеңе сұраса жоқ деп айта алмаймын деген сияқты, иә, тегін бере саламын деп. Сондай нәрсенің барлығын осы шепот телода денемен жұмыс істеп үйренуді айтылады. И одан кейін мынау өте үлкен кітап, ағылшынша жазылған, сыртында, бірақ іші орысша. Бұл ақша туралы. Бұл ақша туралы, яғни ложь в деньгах деп аталады. Ложь в деньгах, яғни біз көптеген біздің миымызда көптеген ақша туралы негативті ойлар бар, иә. Ақша туралы ложь в деньгах деп тұр бұл жерде, яғни ақша туралы біздің кейбір қате пікірлеріміз бар, қате ойларымыз бар. Бізге оны біз өзіміз ойлап тапқан жоқпыз, бізге сырттан адамдар соны миымызға құйған, и сөйтеді да, сіз уже соңында я солай деп келіскен кезде, ол сол сіздің миыңызға бекітіліп қалады да, болды, сізде де өміріңізде ақша тура солай әрекет жасайды. Сондықтан бұл, яғни, егер финансовый свобода қалап, жаңағы тәуелсіздік дейді ғой, ешқандай ақшаға мұқтаж болмай, ақшадан тәуелсіз болудың бір инструменттерінің бірі осы кітапта көп айтылған. Бүгінге осы, бұдан да басқа кітаптарды мен тағы да кейін таныстыратын боламын. Егерде маған қояр сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Бүгінгі эфирді тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.